Санжар Боқаевтан бақылаңдар достар, бұл деген шығат қашанда болса да халықты артынан ертеді да. Ол мысалы утил сбор бойынша шықты, халықты артынан ертті, батысқа барды, ан жаққа аңқау адам ойлайды, мынау батыр, мынау жүйемен күресіп жатыр деп сырласады. Өзінің ниетін танытады, мен жек көремін деп. Болды. Барлығын неге ұлттық қауіпсіздік комитеті тапсырып береді. Ешкім сіздерге сол утил сборға шыққан бетінде ешкім келмейді. Не жаңағы кейін келмейді бір жеттен кейін. Бір айдан кейін басқа тақырыппен торға түсіреді да сындырады. Мінекей. Бұл қауіпті адамдар. Оларды провокатор дейді. Козел провокатор. Кім? Санжар Боқаев, басқа жаңағы шығат қыртынбайлар. Күрескер болып көрсетіп өздеріңізше. Сәлім Өтенмен бақыландар жаңағы Уәлихан Қайсаров. Террористік мемлекетте ешкімде мүмкіншілігі жоқ шынайы ниетпен жүйеге қарсы жасау, жұмыс жасау. Шетелге шыққан өзінде де қиындық көріп жатыр адамдар. Шетелге шыққан өзінде. Леонид Гозман деген бар, менде сұхбаттасты ғой, естеріңізде ғой. Еврейдің жігіті гражданская партияның ба СПС-тің бастығы болған, Союз правых сил кезінде Немцов, сол Айдарлармен жұмыс жасаған, сол атақты. Бұл не істейді? Бұл шетелге шығады, сосын тұрады, сосын ақшасы тауысып қала ма, әйелін Мәскеуге жібереді. Дүниені сатты да қайтып кел деп, жырпылдап. Алғы кісі барады, сатады да аэропорттан ұстайды, сен жаңағы заңды бұздың, сені заңсыз шығардың, картинаны ма, контрабанда дейді да, болды. Болды, ана жұмысы бітті. Гозман жұмысы тоқтады. Мынау кезінде кім сияқты мысал келтірдім ғой. Ғалымжан Жақиянов шетелде жүрді, күреспесе де шетелде еркін жүрді. Әйелі келді ауылға, ол жақтан Гүлжан Ерғалиева құрықтады да, маған берешек бұлар 1 миллион деп. Болды, 2 жыл тұрды ма, одан кейін жаңағы Тоқаев Ғалымжан Жақиянов шақыртып алды да, жарайды, келістірді, ақшаны төлеп берген шамасы, себебі Гүлжан Ерғалиева үнін шығарып тұрған жоқ. Бірақ Ғалымжан Жақияновтың саудасы да шешілді. Тоқаевты насихаттап, бұрынғы сотталынғаны, зардабын шеккені, халықтың күрескер болғаны жаймен қалды. Көрдіңіз ғой, саясатта қалай болады? Метаморфозалар. Уақытты босқа өткізіп жатырмыз. Жай босқа емес, қарызға батырғызып жатырмыз ұрпақтарымызды. Ұятымыз жоқ адамбыз, намыс жоқ адамбыз. Жай мысалы немес, болашақ балаларыңыздың, сіз ойлайсыз, қарызға банктан алған жоқпын. Барлық қарыздар шетелдің жаңағы сен қатысың, бар ма жоқ па, үкімет алды ма, жауап бересіңдер. Балаларын салықпен жинап алады, сығып алады. Соғысты ашып некі көзбе-көз сіздерден сығып алып жатыр, біреуін үнін шығара алмайсыңдар. Несін сұрайсың ол? Ертең миллиардтап мойындарына іліп қояды балалардың ұрпақтарын. Міне, ынжықтықтың бағасы осылай болады.